Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жігеріні қалай дұрыс қайнату керек және қалай 10 минутта жұмсақ етіп пісіруге болады, сол жайлы көрсететін боламын. Жігеріні 1 сағат қайнатып, ұзақ күтудің қажеті жоқ, керісінше ұзақ қайнатқан сайын қатты болып қалады. Жігеріні аршып, қайнататын ыдысымызға осылай қабықтарын салып шығамыз. Сосын жігерлерімізді салып, жігерінің үстіне тағы да қабықтарынан саламыз. Үстіне қайнаған су құямыз, мұздай су құйып жүрмеңіздер. Жігерінің қабығы не үшін десеңіздер, жігерге аромат беріп тұрады, сол үшін міндетті түрде салыңыздар. 1 ас қасық қант саламыз, тұз салып жүрмеңіздер. Қант салған кезде жігерлеріміз тез пісетін болады. Қазанның бетін жауып 15 минут қайнатып алдым, жігерім пісті. Егер жігерлеріңіз бұдан кішкентай болса, 10 минут қайнату жеткілікті. Енді тұзды жігеріні судан алған кезде ыстықтай үстіне сеуіп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.